Бүгін мен өз тақырыбым туралы айтпай қояйын дедім, салам туралы. Өзім ғылыми нетворкинг туралы айтқым келді. Бүгінгі бір пресс-стори айтайын. Таңертең сабақ болды, осы 8-де. Өзім сабақты түсіндіріп жатсам, бір кезде деген дауыс шығады группада. Бір әзілдеп жатқан шығар деймін, студенттер әзілдейді кейде. Барсам, шыны ұйықтап қалыпты да. Таңертең жақсы мотивация болды. Сол бүгінге сондықтан өзім нетворкинг туралы, өзім түсінген заттарыммен сіздермен бөліспекшімін. Өзім туралы қысқаша, өзім ECN Foundation Launchpad 2022 жылға жарыстың жеңімпазымын. Өзім қазіргі таңда СДУ және Астана IT университеттерінде ассистент профессор болып сабақ беремін. Сонымен бірге қазір өзім research ретінде AR, VR көзілдіріктерімен жұмыс істейміз. HoloLens, мета көзілдіріктермен. Өзім альма-матерларым туралы айта кетейін. КТЛ СДУ оқығанмын. КТЛ СДУ болғандар болса, қол көтеріп қойса бір. Өзім PhD-ді робототехникада жасадым. Осы Назарбаев университетінде 2023 жылы сәтті аяқтадым. Осы ECN бағдарламасымен танысып жатқан кезде мен докторантура оқып жатқан едім. Докторант едім өзім. Құдайға шүкір, қазір бітірдік. Ары қарай ғылым жолын жалғастырудамыз. Өз ғылым жолында мен осы Хусейн Атакан World деген өзім супервайзермен байланыс арқылы басталдым. Бір имейл 2 жыл жазған шығармын. Бірінші жылы вообще жауап бермесін айтайды. Екінші жылы жауап берді. Кәдімгі қуанып кетті. Негізі басқа варианттарды қарастырып жатқан. Давай кел деді. Бардық. Докторантураға түссең оқы, болмаса RA болып келсең болады деді. Research assistant шығып қоямын бізде. Жалпы ғылыми нетворкинг деген не? Былайша айтқанда, бірінші мақсаттар енді өзіңіздің білген нәрселерді шер жасау, енді бөлісу, и басқалар өзің білетін нәрселерге аксесс беру, мысалы, может датасет, может басқа нәрселер. Және ең маңызды нәрсе, олармен коллаборация, жаңағы проекттерді жүзеге асыру мақсаты да. Басқа да нәрселер болуы мүмкін. Бірақ көбінесе осы моменттер болады, ресерчта жүрген кісілердікі. Енді оны қалай іске асыруға болады, мен уже нелерді айттым, лаборатория, супервайзермен қалай таныстым, қандай мүмкіншіліктерге өзім қол жеткізген туралы айттым. Сонымен бірге қазіргі таңда барып жүрген жастар айтып жатыр, Аржан, Медет, басқалар конференцияға барған, басқа жерге барған. Ол кездер ең алтын кезең десе болады. Сіздер мықты өз салаңыздағы зерттеуші адамдармен танысасыздар. Ол жерді өте жақсы пайдалану керек. Тек қана тамақ жеп, кофе ішіп жүру жеткілікті емес. Сол жерде мен барған кезде кейде сол қалада болса, сол лабораториясына барып, пионерлердің есің алдында күтіп тұрған кездерде болған. Мысалы, Эндрю Нью деген кісі болған біздерде. Барып, мен бір жарты сағат па, 1 сағат күттім. Мен имейліме жауап бермеді. Кірдім, бір 15-20 минут сөйлестік. Какой-то контакт болды да, сондай. Осылай қолдануға болады негізі. Сонымен бірге, егер сізде мүмкіншілік жоқ, конференцияға бара алмайсыз, мүмкін қазір грант жоқ деген сияқты, ол жағдайда сіздер интернет желісін қолданса болады. Интернетте көп адамдар, ғылым саласының адамдар ашық деп айтуға болады. Және өздерінің басқаға көмектесу мақсаттары бар адамдар көп. Әсіресе қазақстандық кісілер болса, өте үлкен мүмкіндік. Олар міндетті түрде жауап берді, көбінесе мен байқағаным. Мен өзім туралы айтайын. Бірінші сол танысқан кісілердің бірі, осы ECN Launchpad алған кезде, доктор Хамамото. Ол кісімен қалай таныстым? Біздің лабораториядағы бір кісі, осы Японияда жұмыс істеген еді. Сол арқылы біздер таптық, бар осы жерде тағылымдаманы өтіп қайттық. Бұл тағылымдаманың нәтижесінде бұл кісімен бүгінгі күнде гранттарға тапсырып жатырмын. Немесе шетелдік коллаборация өте маңызды. Керек болса, ертең сіздерде сұрайтын нәрсе, шетелден инвестиция тарту дегенде пункттар болады да. Сиырға келген бұлауын басына келді демекші, ертең докторантура бітіретін жастар, грантқа тапсырасыздар. Сол кезде
осындай шетелдік мамандармен байланыс өте маңызды. Мен бұл тағылымдамадан қайтып келдім. Қазіргі кезде ол кісімен жүзбе-жүз кездесе алмаймыз. Бірақ мен не жасаймын? Еске түсіріп, әртүрлі бір себеппен Жапонияда болған нәрсе болса, көңіл айтам, жақсы мереке болса құттықтап қоям. Бұл да себеп та, былай айтқанда. Осылай жазсаңыздар болады, сіздерге кеңес беремін. Тағы интернет желісінде танысқан бір кісі туралы айтайын. Мысалы, кейс бар. Тимур деген кісі, мен өзім Холландстен көзілдірікпен жұмыс істеймін. Бір проблема шықты. Енді форумдарды оқып жатырмын, ақтарып шеше алмай жатырмын. Холландспен айналысатын адам аз да, мен көзілдірігімен. Қарап отырсам, осындай бір блог тұр. Астында Тимур Пәленшеев. Оқысам, жаңағы мықты университеттерде оқыған. Менше қазақ сияқты деп ойладым. LinkedIn-ді аштым, жазып бастадым. Көп уақыт өткен жоқ. Лезде жауап берді. Ол айтқанда, ары қарай сұрап, біз қазір кезде кейбір түсінбеген нәрселерінде ол кісімен бірге біздер проекттерде қолдандық. Қазір кезде өзі менің хал жағдайымды сұрап отырады да, былай айтқанда, сондай болып жатыр да. Басында сіз айтқанда көп нәрсе беруіңіз мүмкін, қайта-қайта еске алуыңыз мүмкін, бірақ бұл қарым-қатынастар барған сайын нығайып күшейе бастайды да. Сондықтан сіздерге кеңес беремін. Танысқан адамдармен тек қана сол сәлем, танысқан қуаныштым дегенмен бітпесін. Имейл, сообщение, болмаса тағы бір проект болса бірге қосу деген сияқты осындай активитилердің арқасында нығайтуға болады. Жақсы осы ғылыми қарым-қатынас болсын, енді отбасы болуы мүмкін, барлығы болуы мүмкін. Жақсы қарым-қатынастардың негізгі себебі, жақсы ұзаққа созылудың бір себебі ортақ, дұрыс, нақты құндылықтар болу керек та. Егер жаңағы әр адам өз басын ойлайтын болса, жаңағы әр жаққа тартса, нәтиже шықпайды. Енді валулар көп, енді академиядағы плагиаризм, жаңағы фабрикейшн жасауға болмайды, академик интегрити деген сияқты бәрін айтуға болады. Одан бөлікте сіздердің егер бір салада армандарыңыз жақын болса, бұл одан да ары қарай нығайтады да. Менде алдын грантқа тапсырған кезім болатын. Назарбаев университетінде менің саламда бір-ақ кісі болды да. Егер дүниеде адамдар вообще қалмаса, кім таңдайтын десе, ең соңғы таңдайтын адам сол кісі еді да. Мінезі өте нашар кісі, шын айтайын, басқа ұлттан. Бірақ менің саламдағы кісі болды да. Басқа ұлт болған соң мен өзім көмектестім ол кісіге, грантқа тапсырдық да. Сондықтан біздерде бір ортақ құндылық бар да, сондай. Сондықтан сіздерге айтам, жақсы құндылықтар болған кісілерді іздеңіздер, солармен қарым-қатынасты ары қарай да нығайтып, өз істеріңізді ары қарай жүргізе беріңіздер. Түсіндіруші және тыңдаушы. Мен неге қыздардың суретін қойдым, неге жігіттерді жоқ мына жерде? Бірінші түсіндірейін. Қыздар өте, енді уанлақ қой, қыздар жақсы көреміз, түсіне өзім қызым бар, әйелім бар, түсінем. Ол кісілердің сөйлескен тыңдап отырасың, андай эмпатиямен, андай өздері эмоцияларын білдіре алады да. Біздің жігіттер жақсы арман түсініп жатса, дұрыс, ондай болмайды да. Сіздерден де қазір сондай күтеміз. Тыңдаушы адам, таң қалумен тыңдауларын тыңдаймын да. Вау, керемет деген сияқты да. Мына жер маған қызық болды деген сияқты. Түсіндіруші кісі сол кезде одан да ары қарай қанаттана бастайды. Өзінің арманын ары қарай түсіндіре бастайды. Бірінші кісі бастасын, екінші кісі өзінің арманын түсіндірсін. Осындай бір 2 минут сіздерден бір түсіндірулерін сұраймын. Жақсы, аяқтайық осымен. Ары қарай да менен кейін басқа презентация жасайтын кісілер бар. Содан соң жалғастыра жатасыздар ары қарай да. Бұл жерде мен не түсіндіргім келді? Түсіндіргім келген нәрсе тек қана түсіндіру емес, тыңдай білу маңызды екен да. Мен де осы жерге келген кезде алдыңғы жылдарда қатысам, Есен фондқа келген кезде әртүрлі талантты осындай кісілерді танысқан соң, өзім қанаттанам, сөйлеуге мотивация ашылады да. Егер тыңдайтын құлақ болса, сөйлейтін адамда ашылып сөйлей бастайды да. Егер сізді тыңдамай жатса, өзіңіз ыңғайсыздануыңыз да мүмкін да. Сондықтан
осы listening skills дей ма, тыңдау қабілеттеріңізді ары қарай да дамыта беріңіздер. Рахмет сіздерге.